Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан Республикасы Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңының жобасы мен Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауын халыққа кең насихаттау мақсатында өңірлерде жүрген Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттары облыс тұрғындарымен кездесуі жалғасуда. Бұл жолы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі депутаттығына Қазақстан Халқы Ассамблеясының атынан сайланған халық қалаулысы Сауытбек Абдрахманов Марс Үркімбаев атындағы Жастар сарайында Тараз мемлекеттік университетінің ұжымымен кездесті. Жиынды университет ректоры Махметқали Сарбеков ашып жүргізіп отырды. Өз кезегінде еліміздегі 130-дан астам ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына біріктірген ассамблея атынан мәжіліс депутаттығына сайланған Сауытбек Абдрахманов Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңның жобасына қатысты өз ойын білдіріп, бұл биліктегі парламенттің рөлін барынша күшейтуге бағытталып отырған шара екендігін тілге тиек етті. Кездесу барысында қоғамдық резонанс тудырған Конституциядағы 26-шы бап жайында халық қалаулысы кеңінен түсіндіріп берді. Жиын соңында мәжіліс депутаты университеттің профессор оқытушылары мен студенттері тарапынан туындаған түрлі сауалдарға тұшымды жауап берді. Мөлдір Рәсіл, Мұрагер Такебаев, Тармулаев.